إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның нұрының таза маңдайлардан өтуі. Адам алейхиссалам жаратылғаннан кейін маңдайына пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның нұры қонды. Ол нұр оның маңдайында жарқырай бастады. Құран кәрімде көрсетілгендей, Адам алейхиссаламнан бастап таза аталар мен аналардан өтіп, пайғамбарымызға дейін келіп жетті. Мұны Аллаху Тағала аятта былай көрсеткен: Сен, яғни сенің нұрың, әрдайым сәжде жасайтындардан өтіп, саған жеткен. Шуара сүресі 219 аят. Хадис шәрифте Аллаху Тағала адамдарды жаратты. Мені адамдардың ең жақсы бөлігінен пайда етті. Сосын осы бөліктерді ең жақсысын Арабстанда таңдады. Мені осылардың ішіне қойды. Сосын үйлерден, жанұялардан ең жақсысын таңдап, мені солардан келтіріп шығарды. Олай болса, менің рухым мен тәнім жаратылғандардың ішіндегі ең жақсысы, менің ата-бабаларым ең жақсы адамдар делінген. Тағы бір хадис шәрифте Аллаху Тағала барлық нәрсені жоқтан бар етті. Барлық нәрсенің ішінен адамдарды жақсы көрді, қадірлетті. Адамдардың ішінде таңдалғандарын Арабстанға қоныстандырды. Арабстандағы таңдалған адамдардың ішінен мені таңдады. Мені барлық замандарда таңдаулы адамдардың арасында болғызды. Олай болса, Арабстанда маған бағынатындарды жақсы көретіндер, оларды мен үшін жақсы көреді. Оларға дұшпандық жасағандар маған дұшпандық жасаған болып саналады делінген. Жаратылған ең алғашқы адам алейхиссалам, Мұхаммед алейхиссаламның кішкентай бір зересіне ие болғандықтан маңдайында оның нұры жарқырап тұрды. Бұл кішкентай бөлшек Хазіреті Хауаға, одан Шит алейхиссаламға, осылайша таза ер адамдардан таза әйелдерге, таза әйелдерден таза ер адамдарға өтті. Мұхаммед алейхиссаламның нұры да кішкентай зеремен бірге маңдайлардан маңдайларға өтті. Періштелер Адам алейхиссаламның бетіне қарағанда Мұхаммед алейхиссаламның нұрын көріп, оған истихфар оқитын. Адам алейхиссалам қайтыс болатын кезде ұлы Шит алейхиссаламға айтады: Балам, мына маңдайда жарқыраған нұр соңғы пайғамбар Мұхаммед алейхиссаламның нұры. Оны иманды және таза әйелдерге тапсыр, және кейін балаңа осылай өсиет айт. Мұхаммед алейхиссаламға жеткенге дейін барлық әкелер балаларына осылай өсиет айтып келді. Барлығы осы өсиетті орындап, ең жақсы, ең ибалы қыздарға үйленді. Киелі нұр таза адамдардан өтіп иесіне жетті. Расулуллахтың аталарының бірінің 2 баласы болса, немесе бір тайпа 2-ге бөлінсе, пайғамбарымыздың нұры олардың ішіндегі қайырлысының жағынан табылатын. Барлық ғасырда оның тегінің адамдары жүзіндегі нұрларынан белгілі болатын. Оның нұрын алып жүрген таңдаулы тайпа барлық ғасырда халық арасында бір ер азаматының өте көркем және нұрлы жүзділігімен ерекшеленіп тұратын. Осы нұр қай жерде және кімде болса, сол азамат бауырларының ішіндегі таңдаулысы болып, оның қауымы да басқа қауымнан жоғары, қадірлі болатын. Пайғамбарымыз бір хадис шәрифте: Менің аталарымның ешқайсысы зинақорлық жасаған емес. Аллаху Тағала мені жақсы әйелдерден, таза аналардан дүниеге келтірді. Ата-бабамның бірінің 2 ұлы болса, мен олардың ең қайырлысында, ең жақсысында болатынмын деген. Адам алейхиссаламнан бері ұрпақтан ұрпаққа жеткен бұл нұр Тарухқа, одан баласы Ибрахим алейхиссаламға, одан ұлы Исмаил алейхиссаламға өткен.
Оның күндей жарқыраған нұры балаларынан Аднанға, одан Маатқа, одан Низарға жеткен. Низар туылғанда әкесі Маат баласының маңдайындағы нұрды көріп, қуанып, халыққа үлкен дастархан ашады. Мұндай бала үшін мұндай дастархан аз дегендіктен баласының аты Низар, яғни аз нәрсе деген мағынада болған. Бұдан кейін нұр кезекпен өзінің негізгі иесі пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламға жеткен. في الصدر إن نشرت نعيب بذكر